Сәлем достар, сіздермен бірге ағайын арнасы. Kinder Surprise тарихы бұл өз ісіне деген адалдық пен өмірге деген құштарлықтың тарихы. Жетістікке жету үшін тек еңбек етіп қана қоймай, үнемі ізденіс үстінде жүрудің қаншалықты маңызды екенін көруге болады. Ішінде сыйлығы бар шоколад жұмыртқаның қалай пайда болғаны туралы айтпас бұрын Микеленың әкесі Петро Феррероның өмір тарихын айта кеткен жөн. Ол бүгінде бәріне танымал Нутелла, Рафаэлло, Тик-так тәттілерін шығаратын Ферреро фирмасының негізін қалаушы. 1940 жылдардың өзінде Петро әйелімен және ағасы Джованнимен бірге түрлі кондитерлік өнімдер жасап, ішіне неше түрлі қоспалар қосып дайындап жүреді. Өнімдерін сатып пайда тауып, ақыры атағы күллі Италияда жер жарады. 1946 жылы Альбада алғашқы фабрикалары ашылып, 10 жылдан кейін халықаралық деңгейге шығады. Ферреро өнімдеріне деген сұраныс қанша жерден жоғары болса да, Петро әр қиындықты ауыр көтеретін. Бірде сел жүріп, фабриканы су басуға аз-ақ қалады. Жағдай бірден қалпына келтіргенімен Петро Феррероның жүрегі ауырып қайтыс болады. Петроның өлімінен соң басшылыққа ағасы Джованни келеді. Бірақ 1955 жылдары компанияға бәсекелестік күштеп, жағдайы ауырлайды. Бизнесін қалпына келтіріп, нөмірі біріншілердің қатарына қайта келгенімен, ұзақ уақыт бойғы күйзелістің салдарынан денсаулығы құртылып, бірнеше айдан соң Джованни де көз жұмады. Әкесі, одан соң ағасы қайтыс болғаннан кейін 24 жасар Микеле Ферреро билік тізгінін өз қолына алады. Ол компанияға жаңа тыныс сыйлады десе де болады. Микеленің ойлап тапқан тың идеясы Kinder Surprise еді. Бір айта кетерлігі, шоколад жұмыртқа арқылы жаңалық ашылды деуге болмайды. Себебі итальяндықтар Пасха кезінде балаларына арнап жұмыртқа түріндегі тәттілер дайындап, ішіне сыйлықтар салатын. Kinder Surprise даярлау жұмысы қызу басталып та кетті. Бұл өнімге өте көп мөлшерде сүт қосылады және ақ шоколадтан жасалған қабаттың ішінде жұмыртқа формасындағы сары қаптама бар. Ал оның ішінде бәрімізге белгілі ұсақ ойыншықтар бар. Компания бірден өнімді патенттеп алады. Ішіндегі ұсақ ойыншықтарға қатысты айтар болсақ, оларды швейцариялық дизайнер Генри Рот жасайтын. Тәттілердің ішінде жасырынған әдемі ойыншықтардың көпшілігі Роттың қолынан шыққан. Алғашқы сыйлығы бар жұмыртқалар 1972 жылы жарыққа шығарылды. Дүкенге түскен сағатында сатылып кеткен. Киндердің тарихы осылай басталады. Ойыншықтарынан екінің бірі коллекция жинайды. Тіпті кейбір сирек кездесетін даналардың бағасы бірнеше мың доллар тұрады. Kinder Surprise'дің 90 мың ойыншығы бар коллекциясы 2007 жылы eBay аукционда 30 мың еуроға сатылған еді. Микеле тек қана мықты басшы ғана емес, ардақты отағасы да бола білген. Ұлдары дүниеге келген сәтте әкесі мен ағасының құрметіне есімдерін Петро және Джованни деп қояды. Кіші Петро Микеле бизнестен қол үземін деп шешкен сәтте басшылыққа келеді. Бірақ 2011 жылы 49 жасар кіші Петро Оңтүстік Африка Республикасына іс-сапармен барған кезде жүрек талмасынан қайтыс болады. Ұлының өлімінен соң Италиядағы ең бай адам 85 жасар Микеле Ферреро тізгінді қайтадан өзі алады. 2015 жылы Микеле 89 жасқа қараған шағында Италияда көз жұмады. Kinder Surprise туралы қызықты деректер. Kinder Surprise'дің сатылымына ақш-та тыйым салынған. Себебі 1938 жылы қабылданған заң бойынша тамақтың ішіне жеуге болмайтын бөлшектер салуға болмайды. Климаты ыстық елдер үшін баяу еритін жұмыртқалар шығарылады. Олар Kinder Joy деген атауға ие. Ферреро компаниясының балаларға арналған барлық өнімдері Kinder деп басталады, ал атауының екінші бөлігі сатылатын еліне байланысты өзгеріп отырады. Мәселен, Ферреро жұмыртқалары Португалия мен Бразилияда Kinder Surpresa, ал Англияда Kinder Surprise, ал Ресей мен Қазақстанға келетін болсақ Kinder Surprise деп аталады. Шығарылғанына 30 жылдан асқан Kinder Surprise'дің 30 миллиардтан астам данасы сатылған. Жылына сатылымға 100-ден аса Kinder ойыншықтары түседі. Олардың ішінде пластмассадан, ағаштан, темірден жасалған түрлері де бар. Достар, бүгінгі видео осы. Видеоны лайк басып, каналға жазыламыз.